Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеоларым ұнап жатса, комментария жазып, лайк басып тіркеле отырыңыздар, және де қоңыраушаны баса отырыңыздар, мені жоғалтып алмау үшін. Бүгін сіздерге ашуды жеңу арқылы денсаулығымызға зиян келтірмейтіндігі туралы айтатын боламын. Ашу мен ыза ақымақтың белгісі. Сондықтан ашуланған адамға дауыс көтерудің орнына өзіңіз бір мезгіл дамыл табыңыз. Ренжесіп, оны да өзіңізді де қинамаңыз. Өткен істі қайта қалпына келтіре алмайтындықтан, оның болашақта қайталанбауы үшін әрекет жасаңыз. Ашық әрі әңгіме көмектесуі керек. Айтылмаған сөзге сен өзің қожасың, ал айтылған сөзге сен өзің құлсың деп айтқандай, қандай да бір жағдай болмасын, іштей бүгіліп келіп тұрған сөздерді айтпай, сабыр сақтаған жөн. Ашумен айтылған ауыр сөздер уақыт өте ұмытылып кетеді. Бір сәттік сабырсыздықтан сақтанып, оның сан жылдық салдармен күресудің қажеті жоқ. Сізді қанша жерден ашуландырып тұрса да, ол адамға ештеңе айтпастан көзіне тіке қарап кетіп қалыңыз. Бұл әрекетіңіз оған әсер етпеуі, оны ойландыруы мүмкін. Бұл қадамыңызбен сіз оның қателігін бір сәт сезіндіресіз. Айыпты адамның алдында абыройыңыз арта түседі. Осыны есте сақтаңыз. Барлығы ашумен емес, кешірген адамның кейпімен, риясыз көңілмен жасалынуы керек. Ашуланған адамға қарымта қайтармаңыз. Ондай жағдайда сіз ұтыласыз. Мұндайда міз бақпай шыдамдылық танытып отырыңыз. Өзіңізді қоярға жер таппай, бойыңыздағы теріс әрекетті сыртқа оған шығарып жүрмеңіз. Жаныңызды ондайда жақын адамыңызбен сөйлесіңіз. Сырласып сырыңызды ақтарыңыз. Өзіңізге іштей тоқта деп айтып, оны әдетке салыңыз. Өмірде кешірілмейтін күнә мен кінә жоқ. Кімнің қателескені, кімнің қателеспегенін, жасағанын ажыратып айыратын сіз емес. Әркім өзінің амалына қарап жауап беретіні белгілі. Ашуландырып, адамды ренжітіп алғыңыз келмесе, оның телефон қоңырауларына біраз уақытқа дейін жауап бермеңіз. Өзіңізге өзіңіз келудің тағы бір жолы жеке қалып, ән тыңдап, немесе серуендеу керек. Негізі ең мықты адам сабыр сақтап, өзінің ашуын жеңген адам. Шамаңыз келгенше сабыр сақтауға тырысыңыз. Ашуланған нәрсеңіз туралы ойлай бермеңіз. Өз-өзіңізді басуға тырысыңыз. Ашуланған нәрсеңізді ойламауға тырысыңыз. Ашулансаң, отыр, я болмаса жатып демал, я болмаса дәрет ал. Өйткені шайтан оттан су отты қалай сөндірсе, ашуды дәрет солай басады деген. Жер бетінде бірнеше миллиард адамның болғанына қарамастан, олардың сөз саптауы, іс-әрекеті, сөйлеу мәдениеті, мінезі әртүрлі. Сол мінезі әртүрлі адамдар қарым-қатынас кезінде бір-біріне ұнамсыз қылықтар көрсетуі мүмкін. Ал сол адамның бірі сіз болсаңыз ше, уайымдамаңыз, кез келген қиын мәселенің шешімі бар. Біреу жыныңызға тисе, қандай да бір әрекет жасағаныңыз дұрыс екендігін талдаймыз. Еш нәрсені ұнатпайтын адамдар. Мұндай адамдар ашуланшақ келеді. Көп жағдайда эмоцияларын жасыра алмайды. Өзгелерге сын айтып, үлкен талаптар қояды. Көпшіліктің алдында ұялтуы мүмкін. Не істейміз? Айыпты болсаңыз, ақталып, дөрекі сөгісіне жауап қайтармаңыз. Мұндай адамдар өзінің өтірігін жасыру үшін ашуланады. Сол себепті салмақты сөйлеуге тырысыңыз. Әдетте ашуланшақ адамдар өзіне сенімді, байсалды жандарды ұната бермейді. Өзгелерді тыңдамайтын адамдарға келетін болсақ, досыңызға немесе құрбыңызға бір нәрсені түсіндіріңіз келді делік. Айтқаныңызды ұғатын емес, еңбегіңіз еш кетіп жатыр. Сізді тыңдап тұрған адам басын изегенмен мүлдем басқа бір нәрсені ойлап тұр. Нәтижесінде барлығын басынан айтуыңызға тура келеді. Не істейміз? Мұндай адамдарды таң қалдыруы керек. Оған ақылға сыймайтын әр жағымды бір нәрсе айтып көріңіз. Мысалы, біздің жалақымыз 3 есе өсетін болыпты.
Мұндай жаңалықтан кейін әр сөзіңізді мұқият тыңдайтыны анық. Артынша өтірік айтқан жеріңізді түзетуді ұмытпаңыз. Үнемі кешігіп жүретін адамдар. Бұл жағдай мектеп оқушысының да, студенттің де, қызметкердің де басынан өтеді. Әдетте кептелісте тұрып қалдым, сағатым артта қалып қойыпты, сынды сылтаулар айтады. Бұндай жағдайда не істейміз? Үнемі кешігіп жүретін адамдар өздері ұнататын мерекелерге ғана уақытында келеді. Келесі жолы оны 2 сағат кеш уақытқа шақырыңыз. Көп нәрсені жіберіп алғандығын түсінген соң кешікпейтін болады. Үнемі шағымданатын адамдарға келетін болсақ, жанына бара қалсаңыз, өмірінің келеңсіз оқиғаларын айтып, көңіл күйді бұзады. Бұндай жағдайда не істейміз? Егер бұл жаныңызға жақын адам болса, мұқият тыңдап, шешімін табуға көмектесіңіз. Ал бейтаныс көршіңіз немесе алыс туысқаныңыз болса, оның не үшін айтып жатқандығы туралы ойланып көріңіз. Ақылды адам өз сырын өзгеге айтпайды. Бар болғаны оған аянышты кейіпкердің рөлін ойнаған ұнайды. Оған қиын өтініш білдіріңіз. Көрген сайын осы әрекетіңізді қайталап отырыңыз. Бұдан кейін жоламайтын болады. Барлығынан қорқатын адамдарға келетін болсақ, өзіне сенімсіз адамдар барлығынан қорқады. Мысалы, біреудің поштасына хат жіберу үшін де оның 10 рет оқып тексереді. Жіберген соңда ойланып жүреді. Бұндай жағдайда не істейміз? Мұндай адамды жігерлендіруден басқа амалыңыз жоқ. Оған ашылуға мүмкіндік беріңіз. Өмірге бір-ақ рет келетіндігіне, осы өмірде бар мүмкіндікті пайдаланып кетуі тиіс екендігіне сендіріңіз. Табысқа сенбейтін адамдарға келетін болсақ, олар қолдарынан еш нәрсенің келмейтіндігіне әбден сеніп алған. Табысқа жетіп тұрса да, артынша қандай жамандықтың күтіп тұрғандығын ойлаумен болады. Бұндай жағдайда бір қызығы, пессимист адамдар өте еңбекқор келеді. Оның жоғарыдағы қорқынышын жаңа іске дайындық деп түсінген жөн. Бұл адамдар жарты сағат өтпестен жатып, жақсы нәтиже көрсете бастайды. Сол себепті бұл секілді тақырыптарды талқылап, өз уақытыңызды шығындамағаныңыз жөн. Үнемі үндемей жүретін жандар сырт шыққан секілді көпшілікпен сөйлеспейтін адамдар болады. Бұл тіл табыса алмағандықтан емес, оның қажетсінбегендіктен деп түсінгеніңіз абзал. Бұндай жағдайда арнайы жобаны ойластырудың қажеті жоқ. Екеуіңізге де қызықты болатын тақырыпты қарастырып көріңіз. Немесе жоқ деп қысқа ғана жауап беруге келмейтін қиын сұрақтар қойыңыз. Оны сөйлеткіңіз келгендігін емес, шын ниетіңізбен сөйлескіңіз келетінін білдіріңіз. Егер де сіз өзіңіздің бойыңыздағы ашуды жеңіп, көтеріңкі көңіл күйде жүретін болсаңыз, сіз көп жетістікке жететін боласыз. Бақытты адамдар ғана жемісті жұмыс істеп, көп нәрсеге қол жеткізеді және беделді болады деп ойласаңыз, өте дұрыс ойлайсыз. Көптеген ғылыми зерттеулер де осыны айғақтап отыр. Ересектер де, балалар да көтеріңкі көңіл күйде, биік мақсаттар қойып, тыңғылықты жұмыс істейді. Сонымен қатар өзін бақытты сезіну құштарлықты арттырады. Сол себепті де өзіміздің бойымыздағы ашу шаңдықты жеңіп, жақсы нәрсе ойлауға, көбірек күліп жүруге ұмтылайық. Рахмет айтудан шаршамаңыз. Өзгелерге де, өзіңізге де шынайы рақымшылығыңызды білдіруден жалықпаңыз. Кеш сайын өміріңізді болған бақытты сәттерді еске алып, соған себепкер болған адамдарды, өзіңізді, жалпы өмірге рахмет айтып отырыңыз. Арнайы рахмет айтатындай мүмкіндік болмаса, іштей ризашылығыңызды білдіріңіз. Және де оптимист болыңыз. Күнделікті жүргізіп, күніне 10-15 минут өміріңіздің көріністерін 5-10 жылдан кейін қалай көргіңіз келетіндігін суреттеп жазып отырыңыз. Өзіңізді басқалармен салыстыратын артық ойлардан аулақ болыңыз. Өмірде болып жатқан келеңсіз жағдайларды сирек ойлауға және өзіңізді басқалармен салыстырмауға тырысыңыз. Айтпағаным өкінішті болды, басқаша істеуім керек еді деген сияқты ойлардан аттап өтіп отырыңыз. Мейірімділік әрекеттеріне машықтаныңыз.
альтруизм біздің генімізде бар қасиет және әлі күнге дейін өмір сүруімізге көмектесіп келеді. Қарым-қатынастарды дамытыңыз. Көпшілікпен жылы қарым-қатынас орнатып, одан ләззат алуға тырысыңыз. Және ол үшін уақытты да күшіңізді де аямаңыз. Мәселелерді шешудің өзіндік стратегиясын жасап алыңыз. Шаршау, жарақат, қиындықтармен күресетін өз стратегияңызды пайдаланыңыз. Кешірімді болыңыз. Барлық өкпе мен ренішіңізді жазып хат жазыңыз. Оны жіберу міндетті емес, тек бір оқып алыңыз да осымен бәрі кетсін деп жағып жіберіңіз. Өзіңізге қызық және жаныңызға рахат сыйлайтын іске арнайы уақыт табыңыз. Өмірдің өзі сыйлайтын қуаныштарды іздеңіз. Қоршаған әлемнің жағымды ұсақ түйектеріне назар салыңыз және оларды өзіңізге қолжетімді тәсілдермен суреттеуге тырысыңыз. Сурет салу арқылы, күнделікке жазып қою арқылы, суретке түсіру немесе жай ғана жақындарыңызбен бөлісу арқылы. Мысалы, мақсаттарыңызды айқындаңыз. Алға қойған мақсаттарыңыздың бірін айқындап, бар назарыңызды соған бөліңіз және оның іске асуына бар күшіңізді салыңыз. Денсаулығыңызға мән беріңіз, спортпен шұғылданыңыз және нәрлі тағамдар жеңіз. Зиянды әдеттерден құтылыңыз. Кешкісін аяғыңызға массаж жасап, шаршағанын басыңыз. Өйткені аяқ ең шаршайтын мүше. Үнемі күлімдеп жүру де денсаулығыңызға өте пайдалы. Осы аталғандардың ішінде өзіңізге жақын 4 қағиданы айқындап алыңыз. Оған күнделікті уақыт арнап отырыңыз. Сізге көңіл көтеріп қана қоймай, құштарлықты арттыру, оптимизм мен бақыттың деңгейін көтеру керектігін ұмытпаңыз. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Тек қана алға. Бойыңыздағы ашуды жеңіп, жақсы жағына өзгеріп, жақсы күндерім көп болсын десеңіз, әр күніңіз шаттыққа, бақытқа толы болсын десеңіз, ешкімге жамандық тілемей, ешкімнен ештеңе күтпей өмір сүріңіз. Күн сайын өзіңізге уәде беріп, оны орындауға тырысыңыз. Ешкім сізді ішкі жан тыныштығыңызды, көңіл күйіңізді бұза алмайтындай мықты болу керек. Өткен шақта жіберген қателігіңізді ұмытып, алдағы уақытта биік белеске жету талпыну керек. Алдыңызда кездескен әр жанға шын пейілмен жолының ақ болуын, дені сау, бақытты болуын тілеңіз. Үнемі қуанышты күйді сақтап, өзгелерге тек күліп жүрген жүзіңізді көрсетіңіз. Әр досыңыз сіз үшін ерекше екенін біліңіз. Ешкім бойыңыздан мін таба алмайтындай өзіңізді жетілдіріңіз. Барлық жағдайда жақсы жағынан ғана қабылдай біліңіз. Тек жақсылықты ойлау, тек жақсылыққа жұмыс істеу, тек жақсылықты күтіңіз. Өзіңіз тек жақсы жақтарыңызды ойлап, басқалар да солай ойлайтындай жағдай жасаңыз. Сөзбен емес, әрине іспен. Өзгелердің жетістігіне өз жетістігіңізден артық қуана білу керексіз. Өзіңіз ең жақын жақсы адам екеніңізге сенуіңіз керек. Бүкіл әлем сізді жақтайтынына сену керек. Достар, осымен бүгінге берген ақпаратым аяқталды. Бірінші, байлық, денсаулық. Әрине, денсаулығымызды ойлайық. Ашулану ол біздің ағзамызға үлкен зиянын тигізеді. Сол себепті бойымыздағы ашуды жеңіп, өмірге жақсы көзқараспен қарап, күлімдеп өмір сүрейік. Достар, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Маған тіркеліп, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.